Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Әдеттегідей сіздермен бірге Ардақ Әлібековна. Менің видеомды соңына дейін тыңдап, ең әуелі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лүпіл басып, ұнамаса оны айтып, әріптестеріңізбен, таныстарыңызбен, жақын жуықтарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Менің бүгінгі айтайын дегенім сіздерге Ченши компаниясының фруктозан сиробы туралы айтпақшымын. Фруктозан сиробы өзінің ішінде мынандай 6 несі болады, осындай пачкада болады. Ең бірінші бұның жақсысын айтып өтейік. Бұл ең бірінші біздің кишечниктарымызды тазалайды. Мысал үшін біз аузымызды кейбір кездерде, кейбір адамдарда болады, аузынан бір жағымсыз иістер шығып тұрады. Ол ауыздың дұрыс еместігі емес, сіздің іш құрылысыңыздың дұрыс еместігін білдіреді. Сондықтан осы Ченши компаниясының фруктозан сиробын осындай, міне мен өзім пайдаланамын. Жылы суға езіп, күніне бір уақыт ішуді әдетке айландыру керек. Бұл ең бірінші сіздің кишечнигіңізді тазалайды. Екіншіден, сіздің иммунитетіңізді жоғарылатады. Сонымен бірге, мысалы, адам ағзасындағы кишечникта әртүрлі нәрселер өте көп болады. Жаман нәрселер деп айтсақ болады, біздің кишечниктарымызда неше түрлі нәрселер бар. Сондықтан осыны тазалайтын, сол жаман нәрселерді тазалайтын бірден бір жақсы препарат осы фруктозан сиробы болып табылады. Сондықтан осыны күніне бір уақыт жылы суға езіп ішсеңіздер болады. Мен өзім фруктозан сиробын осыны пайдаланып ішемін. Және сіздерге де осыны ішуді насихаттаймын. Өйткені жаңағы біздің кишечниктарымызды тазалайды деп айттық қой, иммунитетімізді көтереді. Және жаңағы бір теріңіздің аман-есен болуы қаласаңыз, осы фруктозан сиробын ішіп отыруыңызға болады. Мысалы, фруктозан сиробы қаншалықты тәтті болғанмен, оның қант, мысалы, қантты біз, мен өз басым қант мүлдем жемеймін, шынын айтсам. Ал енді менің балаларым, мен жолдасым қантты өте жақсы көреді. Қантты, мысалы үшін, мен ойлаймын, осы қантты жеген адам өте, мысалы, бір енді организмі дұрыс болмайды ғой, расымен де. Ал бірақ бұл сиропта қанша тәтті болғанымен, ол қантқа жатпайды. Сондықтан фруктозан сиробын ішуге сіздерді шақырамын. Сіздермен болған Ардақ Әлібековна. Менің келесі видеомда бұдан да жақсы ақпараттармен бөліседі деген ойдамын. Менің каналыма подписаться батырмасын басып, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сіздермен болған мен. Келесі кездескенше.